Қаладағы теміржол вокзалынан інісі Асқарды әскерге шығарып салған Құрбан осында тұратын көптен бері кездеспеген досы Берікке жолыға кетуді жөн көріп, оның үйіне телефон соқты. Досының қалаға келгенін үлкен жаңалық ретінде қабылдаған Берік мұны ертіп кететін болды. Құрбан қалаға өте сирек келетіндіктен айналасына таңырқай қарайды. Жанынан ары-бері өтіп жатқан қыз келіншектерге де ұрлана көз тастайды. Бір кезде ту сыртынан «Оу, Құрбан!» деген таныс үн шықты да, артынша әлгі дауыстың иесі мұны құшақтай алды. Екеуі вокзалдан шығып, қарсы беттегі көшенің бойынан такси тоқтатпақшы болды. Қалаға әбден бойы үйреніп қалған Берік аяғын ширақ басып, еркін келеді. Құрбан болса, әлденеден қысылатын сияқты. Үстіндегі киімі ескі және қазіргі үлгі болмағандықтан көшедегілер бір түрлі Беріктің өзіне қысылып, өзін қорашсынып қоятыны. Таксиші Қаспен-көздің арасында Беріктің үйінің тура алдына келіп тоқтады. «Міне, біздің үй осы. Сатып алдың ба?» «Иә, әрең дегенде қолымыз жетті ғой. Тұрғанымызға 4-5 ай болып қалды. Осы уақытқа дейін әркімнің есігінің алдында күн көрдік. Өзіңнің жеке баспанаң болғанына не жетсін?» Ауылдағыдай жер әлемді қоршап алу қайда? Аула тым тар екен. Берік есікті қағып еді, арғы жақтан Күлпаш есікті ашты. Құрбан Беріктің келіншегін бір-екі рет көргені болмаса, жіті танымайды. Күлпаш Құрбан жайлы Беріктен көп естігендіктен қысылмай, Құрбан деуші едің ғой, жолықтыңдар ма әйтеуір?» деп әзілге жеңдіре күйеуінің досымен жыламандасты. Құрбан аяқ киімін шешіп жатып, үйіне көрімдік беру керектігі есіне түсті дағы, ақшасын ойша бір санап алды. Бір нәрсесі болар деп тәуекелге салып, қаржысын жартысын бере салмақ болды. Бірақ ертеңгі жол кіре жайы тұқыртып, райынан еріксіз қайтты. Беріктің досы келеді деп асқанмен жүріп жүрген Күлпаш төргі бөлмеде дастарханды келістіре әзірлепті. Құрбан мына дастарханның жайылысына, Күлпаштың зырыл қағуына қарағанда, басқа да күтіп отырған қонақтары бар шығар деп топшылады. «Құрбан, сен отыра бер. Мен қазір 15 минуттың ішінде бір жерге барып келе қояйын. Әй Күлпаш, шай алып кел. Мына Құрбан құрдасың сенімен оңаша шай ішемін дейді». Қазір. Берік үйден шығып кетті. Қайда кеткені белгісіз. Сірә ішімдік алып келуге кеткен болар. Құрбан дастархан басында жалғыз қалды. Асханадан Күлпаштың ыдыс аяқты тықырлатқан дыбысы еміс-еміс естіледі. Көрші бөлмеде кішкентай нәрестенің жылаған дауыс шықты. Мамасы дастархан мәзірін бүлдіреді деп, Құрбан отырған бөлмеге әдейі кіргізбеген болуы керек. Үй іші жинақы, қабырғаға ілінген кілем, әсем гарнитур, диван, креслолар, еденге төселген қып-қызыл палас, терезеде тұсталған перде, есік жақтағы бұрышқа қойылған теледидар, бәрі бөлмеге сән беріп, өз орындарында рет-ретімен орналасқан. Япырау, кеше ғана өзімен бірге жүрген Берік те өзінше отау құрып, дүние мүлік жинап, жұрт қатарына қосылып қалыптау. Әйелі бар, баласы бар, үйі бар, тып-тыныш өмір сүріп жатыр. Қандай бақытты. Ал менше? Құрбан жабырқап қалды. Ал менше деген сұрақты өзіне өзі қойып алып, жауабы белгілі болған соң үн-түнсіз тына қалды. Бөлмеге қолында буы бұрқырап қайнаған шәугімі бар Күлпаш кірді де: «Күтіп қалдыңыз ба? Қазір шай демдеп жіберейін. Нанау істейіп отырыңыз», деді дағы іле әзілдеп. «Немене, құрдасыңыздың үйіне құдалыққа келгендей сыпайы болып қалдыңыз ғой? Әлде қалаға келген соң не бір сұлуды көріп, есіңіз кете, соларды ойлап отырсыз ба?» Құрбанды әзілге қара жаяу еместін. Құрбанның санасында «Мынаны қарашы, 35-ке келгенше үйленбей жүргенімді бетіме салық қылып әзілдеп отырғанын, бұрын соңды бір-екі көргенім болмаса, бұлай ашық жарқын екенін білмеппін. Құрдасыңның әйелі томсырайып, немесе өзіңе кекірейіп отырса, ол да қиын ғой. Шіркін, менің де әйелім дегендей ой қылаң беріп өтті. Көшеде көрген қыздардың сұлулығы сізден асып кете алмайтындығына іштей таңырқап отырмын. О, онда мені ауылыңызға алып қашсаңызшы.
тіпті қызық болар еді. Сізге ескерте кетейін, менің сіз дегенім жарасады, ал сіз маған сіз демей-ақ қойыңыз. Өйткені жаңа танысып білісіп отырған жоқпыз ғой. Оның үстіне Берікпен тайғұлындай тебісіп бірге өскендігіңізді, онымен жұбын жазбай бірге жүріп кезгеніңізді бәрін естігенмін. Сондықтан етене бір-бірімізді жақсы білетін адамдарша сөйлесіп кете берейік. Бұған қарсы болмассыз? Әрине қарсы емеспін. Бірақ Беріктің көзінше сен деп, оңашада сіз деп жүре берейін, деп Құрбан кең-кең күліп алды. Қолында 2 шөлмек ішімдігі бар. Берік үйге кірді де: күтіп қалдың ба? Бағана жолай мына құрғырды ала келмеппін. Дүкендердің бәрі жабылып қалыпты. Біраз сандалып әрең таптым, деп Құрбанның тізесіне қолын тірей жанына келіп отырды. Күлпаш, тамағың пісті ме? Тез әкел, оған дейін біз мынадан жайлап ұрттап отырайық. Құрдастар дастархан басында өткен кеткенді, оны мұны сезе түсумен түннің бір уағына дейін отырды да дем алуға бет алды. Құрбан сыпайылық сақтап, ащы суды тартыңқырап ішті. 2 шөлмектің біреуін тауысып, екіншісін мойнынан сәл түсірді де қалғанын ішпей қоя салды. Сол ішкен ащы судың өзі ағзаларына әжептәуір әсер етті. Бірақ екеуі де сыр бермеді. Күлпаш төсекті Берік пен Құрбанға қатар салып берді де өзі баласын көтеріп басқа бөлмеге кетті. Оңаша қалған құрдастың әңгімесі қайта жалғасып, ақырында сөз ырғағы Құрбанның бойдақтығына келіп тірелді. Бірінші сөзді Берік бастады. Бұл не жүріс? Осының мәнісін түсіндірші. Дұрыс айтасың. Үйлену керек. Мен сорлы бас құрағысы келмей жүр дейсің бе? Шынымды айтсам, сөз байласқан ескім жоқ. Өзімнің ынжықтығымнан ғой, осы уақытқа дейін жүре беріппін. 1-2 қыз кездесіп еді, оларды апам жақтырмай, райымнан қайтарып тастады. Бәрі де өзіммен. Жастық шақ мәңгілік басында дәурен құрып тұра беретіндей көріппін ғой. Өмірді өтпестей көрген сорлы басым 35-ке қалай келіп қалғанымды білмей қалыппын. Сенен жасыратын несір бар? Мүмкіндік болса әйелді қыздай алған дұрыс қой. Бірақ маған қазір бәрібір. Күйеуден шыққан келіншек болса да бас қосуға әзірмін. Тек өмірді түсінетін, әр нәрсенің қадірін білетін, мінезі жайлы болса сол жетеді. Бұған сенің көз қарасың қалай? Оны өзің біл. Сенікі бір жағынан дұрыс. Біз былай етелік. Ертең жексенбі. Сондықтан екеуміз көшеге шығайық. Сені